біз жастар ұрып тұр негізі. Біз жастарға самотекқа жіберіп жатырмыз. Жаңа технология жағына кетіп жатыр ғой. Иә. Сіз мал шаруашылығындасыз. Неге именно мал шаруашылығы? Мал шаруашылығы ең біріншіден жалпы жаңа технология болғанмен бізде қанша пайыз адам бар? 10% кетер, 90% бар. Мал шаруашылығы біз шақырғаннан 100% адам келмейді ғой. 10% мал шаруашылығында болу керек та. Екіншіден, біз мал шаруашылығын, егін шаруашылығын дамытпай, еліміз біздің дамымай қаламыз. Неге? Өйткені технология жасау үшін тамақ жеу керек. Ән айту үшін тамақ жеу керек. Біз өзіміздің өнімді өндірмей, біздің ешқандай технологиямызда жүрмей қалады. Сол үшін біз фермерлердің санын көбейту керекпіз, сапасын көбейту керекпіз. Осыдан 10 жыл бұрын экспортпен айналысқам, сол кезде есіме түсіп кетті. Ол кезде бізде Қостанайда өте бидай шаруашылығы, мал шаруашылығы сырье көп болатын. Неге айналыспайды оңтүстік өңірде деп. Сізді көріп, қазір біз қуанып жатырмыз. Иә, бізде енді қазір әр өңірде біздің Қазақстан негізі былайша орташа алғанда 5 мемлекеттің территориясы ғой бізде. Әр жердің табиғатына байланысты бізде табиғаттарымыз әртүрлі. Солтүстікте бізде егін жақсы өседі. Сол үшін құнарлығы біз әр өңірде өзінде жақсы өсетін өнімдерді егу керекпіз. Мысалы, Қызылордада қауын жақсы өседі. Және күріш жақсы өседі. Жүзім жақсы өседі мысалы. Қызылорданың жүзімі, Шымкенттің қарбызы, Алматының құлпынайы деген сияқты осындай бір уровень дәрежеге апару керекпіз. Жақсы табысқа қанша уақытта жетуге болады және оған қандай күш керек? Ең бірінші табыс деген не? Соны түсініп алайық. Қанша бізге керек? Мәселе сода. Мысалы, миллион теңге керек болса, оның әңгімесі бөлек. 10 миллион теңге керек болса, әңгімесі бөлек. Негізі орташа жалпы кәсіп 3 жылдан 5 жылға дейін ғой. 3 жылдан 5 3 жыл. Мысалы, бүгін стартап бастадық қой, бүгін жаңа направление, бағытты 3 жылдың ішінде бір әдемі деңгейге жетуге болады. 5 жылда система қойылып, уже жүйелі түрде жұмыс істеуге. Өзім тәжірибем солай. Жастарға нақты өзіңізді кез келген қиындықта алып шығатын бір ұстаным, лозунгыңыз қуат береді. Негізі мақсатты айқын қылу керек, не керек екенін адам конкретно білу керек, сосын табандылық керек. Осы екі нәрсе адамды жеткізеді негізі, жеткізеді жеріне. Өйткені Алла Тағала ниетке қарай береді. Біз жастарды негізі бағалай алмай жатырмыз. Жастар емес әлсіз, орта буын әлсіз болып тұр. Біз ерініп жатырмыз. Біз қазір зона комфорттан шыққымыз келмей жатыр. Даму үшін зона комфорттан шығу керек. Өзін қинау керек, жастарға көңіл бөлу керек. Әрине, жастар ұрып тұр негізі. Біз жастарға самотекқа жіберіп жатырмыз. Ол дұрыс емес. Жастар самотекқа кетпеу керек. Жастарды бағыттау керекпіз. Оларды қамшылау керекпіз. Оларды сүйреу керекпіз сүйрейтін жерінде. 2000-нан былай қарай жігіттер вообще амбициясы бөлек. Алла қаласа шамалы уақыт көңіл бөлсек 10 жыл уақыт берейікші. 10 жыл. Алла қаласа рахатын көреміз әрі қарай. Құдай қаласа еліміз әлемге танымал болып мықты болсын.